Ассаламу алейкум баршаңызға. Бүгінгі кезекті сабағымыз, өткен сабақты көрмеген болсаңыз, бұл сабақты бастамай тұрып, өткен сабақты бір көріп шыққаныңыз дұрыс. Яғни өткен сабақта біз қарастырдық жалпы екі түрлі, қанша ақшамен бастау керек, екі түрлі вариантты қарастырдық. Яғни біреуі проб компания, біреуі реальный счетпен жасау. Енді егер де сіз реальный счетпен жасағыңыз келетін болса, әрине үлкен суммамен салып, немесе өзіңіздің еркіңіз, сізге екі вариант ұсынды, біреуі реальный счет, біреуі проб компаниямен жасау деп. Енді егер де өзіңіздің реальный ақшаңызбен жасап көргіңіз келетін болса, онда бүгін сізді брокермен таныстырып, брокерлік счетпен қалай жұмыс жасау керектігін сізге түсіндіргім келіп отыр. Ендеше қараңыз, реальный счетқа келген кезде бізде әртүрлі брокерлер бар. Неке мына жерде бізде қолдануға болатын жалпы екі брокерді ұсынам. Біреуі Capital.com брокері. Ол жерде спреді жоғарырақ, комиссия жоқ, жақсы, тоже ақшаны салып шығарудан проблемалар көп болмайды. Моменттер болады, кейде ақшаны кішкене ұстап 2-3 күннен кейін шығарып қалуы мүмкін, демалыс күндері түсіп қалған кезде, немесе үлкен ақша салған кезде сондай моменттер болып қалады. Одан кейін бұл Capital.com'ды мына MetaTrader 5, MetaTrader 4 деген платформаларға жалғап қосып істеуге болады. То есть MetaTrader 4-ке жалғау болады Capital.com'ды. Ал енді XNS деген брокер бар бізде. XNS брокері бұл тоже өте жақсы брокер. Ақшаны көбінесе Binance-қа шығарып алып, через Binance арқылы шығаруға болады, немесе карточкаңызға шығаруға болады. Карточкаға шығарсаңыз, енді 2-3 күннен кейін барып түседі. Ал Binance-қа шығарып, P2P арқылы өзіңізге салып алатын болсаңыз, онда момент түседі, яғни 1 минут, 1-2 минутта ақшаңызды шығарып ала аласыз. Жақсы. Енді қараңыз, сізде Capital.com және XNS деген брокерге тіркеліп, енді ол жерде қалай тіркелу керек, ондай видеоларды мен салмаймын. Ол жерде пошаговый инструменттер, то есть пошаговый қадам-қадаммен айтқан сұраған нәрсесін жазып отырсаңыз болды, сөйтіп тіркеліп аласыз. Ол жерде документтер сұрауы мүмкін, удостоверениені түсіруіңіз мүмкін, немесе жаңағы адресті подтверждать ететін документтер сұраған кезде жаңағы EGOV-дан немесе Каспийдан ба, ECP арқылы не алып алсаңыз болады, жаңағы адресіңізді подтверждать ететін документ. Оған көбінесе жаңағы псих бірдеңе деген документ бар ғой, былайша айтқан кезде псих емес дегеніңізді подтверждать ететін документ бар ғой. Сол документті салатын болсаңыз, сол жерде адресіңіз болатын болса, бірінші соны алып алып, сол жердегі адресті барып тіркеп, верификация жасап, осы брокерларға тіркеліп жасасаңыз болады. Жақсы. Енді тіркелу жағынан өзіңіз қадам-қадаммен жасап, бүкіл данныйларыңызды толтырып, сұраған нәрселерін толтырып жасап, реальный счет ашып алсаңыз болады. Ал енді мен сіздерге брокерлік счетпен қалай жұмыс жасау керектігін қазір көрсететін боламын. Дәл қазір сіздерге XNS брокерін көрсетем. XNS брокері мына жерде дәл қазір осылай ашылады. Егер де сіз тіркелген болсаңыз, мына жақта профильді не істеу керек боласыз, жаңағы верификация өтуіңіз керек болады. Енді мына жерде былай ашылған кезде сіздерде варианттар бар. Мінекей, демо счет, реал счет, демо счет, реал счет. Реал счет болатын болса, реал счет ашыңыз келетін болса, мінекей, плюсті басасыз. Реал аккаунт дейсіз. Сосын мына жерде тарифтерін таңдайсыз. Сол ретінде мінекей, мына жерде минимальный стандартный $10 минимальный салуға болады. Спредті міне, спред 0.20 деп тұр. Continue, мына жақта атын жазып қойсаңыз болады, мысалға. Лайннан жазып салайық. Leverage деген кезде, leverage деген қалай нәрсе, оған бөлек сабақ арнағым келген. Яғни, мысал ретінде сіз $10 салатын болсаңыз, енді 1/200 болып тұратын болса, яғни 10-ды 200-ге көбейтсе қанша? $2000. Яғни сіз $2000 дейін сізге сделка ашуға брокер мүмкіншілік бере алады. Яғни қалған ақшасын өзі былайша айтқан кезде сізге қарызға береді деп айтуға болады. Сөйтіп көбейте беруге болады, не тіпті шексізге дейін қойып тастауға болады. Сөйтіп мысалға негізінде 1/200, 1/400 болса нормально. Енді өзіңіз артынан түсінген кезде таңдай боласыз. Потом жерге бір парольдер жазасыз, өзіңіз қалаған әртүрлі. Сонымен continue'ді басып жібересіз. Сонымен реальный счет ашылады. Реальный счет ашылғаннан кейін, мен сіздерге көрсете салайыншы, не болса да. Реальный аккаунт, continue,
сосын мына жерге мысалға 1 2 3 4 5 6 7 8 9 дейік та. Мынандай нелер қоса салайық. Қоса салдық. И мынандай реальный аккаунт ашылады. Реальный аккаунт ашылады. И бұл жерге енді ақша толтыру үшін не істейсіз? Ақша толтыру үшін депозитті басасыз. Депозитті басып, міне банк карт деп тұр. Бірінші банк картасы арқылы толтырсаңыз болды. Яғни басып, жаңағы карточканың 16 нөмерін, алдындағы нөмерін, артындағы нөмерін бәрін жазып толтырсаңыз болады. Немесе Binance Pay арқылы толтырсаңыз болады. Үшіншісін білмедім не екен. Осы екі вариант бар. Binance-пен толтырған тезірек болады. Binance-ға шығарғанда тезірек болады, сондықтан өзіңіз қарайсыз. Сосын толтырдық, сосын мына жерде реальный счет болады, потом трейд деген кіретін болсаңыз, мінекей, мына жерде уже трейдқа өтесіз. Мына жерде список болады. Мысалға 6-мен торговать еткіңіз келеді. И мысалға мысалға счет сделка ашу керек болатын болса, мінекей buy, sell. Қазір сіздерге оны демо счетта жасап көрсетем. И солай кәдімгідей жасай беретін боласыз. Қазір сіздерге демо счеттан жасап көрем, яғни демо счетта қалай жасайсыз, реальный счетта дәл солай жасайсыз ғой. Енді мысалға, енді бұл жерде түсінікті ақша шығарған кезде міне withdraw деп тұр, сол жерден тоже самое. Басасыз Binance Pay арқылы шығарасыз, немесе так, Binance Pay тағы да мына жерде мен ақша салынбаған тіркелмегендіктен карточка ашып қой тұр. Карточкаға да шығаруға болады, Так, келесі кеттік демо аккаунтқа. Демо аккаунт кірдік. Демо аккаунт жоқ болатын болса, тоже мына жерден плюсті басып қосып алсаңыз болады. Так, кірдік. Енді мысал ретінде қазір мен просто так сделка ашып жабуды көрсетейін сіздерге. Трейдқа кірем. Мысалға дәл қазір алтынға жасағым келіп тұр мен. Алтынға жасағым келіп тұр. Тұрамын да, мысалға мен лонг ашқым келсе байды басам, сел ашқым келсе, лонг ашқым келсе байды басам, шорт ашқым келсе селді басам. Мысалға байды басып көрейік, лонг ашып көрейік. Не істейміз? Мына жерге қараңыздар. Егер де 0,01 деген 1 үштік, яғни 1 үштік дегенді білдіреді. Ол қалай? Мына жерде $2500 болып тұр. Бір алтынның бағасы. Яғни сіз 2503-тен 2504-ке көтеріледі ғой $1. Дәл солай сізде $1 пайда көресіз, егерде 0,01-мен ашатын болсаңыз. Ал уже 0,10-мен ашатын болсаңыз, демек 2503-тен 2504-ке өсетін болса, демек $1-ға өсетін болса, сіз 13-түкпен ашқандықтан $10 пайда көресіз деген сөз. Мысалға міне 0,10, ал уже 1 болса, уже 100 түк, сіз бір неден $100 пайда көресіз деген сөз. Мысалға басайық лонгқа, неге ашылды, сразу мен мына жерде міне минус көрсетіп тұр. Неге? Өйткені менде спред бар. Аккаунтқа кірем қайттам, мына жерде менде қандай не болып жатыр, қозғалыс болып жатыр, соны көрсетеді. Енді мына жерден қайтадан басып нететін болсам, take profit, stop loss деген тұр. Мысалға take profitті мен шамамен 2000 мына жерде міне қойып қойдым ғой, 2507 деп қояйын да. 2507-ге қоям. Стоп лоссты примерно 2500-ге қоя салайын. Енді бұл жай просто сіздерге пример үшін қойылған нәрсе да. Так, конфермді басам, басылды. Неге егер де баға 2500 мына жаққа кетіп қаласын болса, мен стоп лосспен жабам. Мынаған жететін болса, мен қаншамен жабам? Неге астында тұр? 2500-ге жететін болсам, $186 плюспен жабам. Стоп лосс, ал егер 2500 стоп лоссқа кетіп қалатын болса, $313 мен жабам минуспен деген сөз. Сосын particle close деген бар. Сіз 103 түкпен аштыңыз ғой. Мысалға плюсқа шыққан кезде сіз жартысын жапқыңыз мүмкін. Ол үшін 0,5 дейсіз. Сөйтіп не істейсіз? Жартысын жауып тастаңызға болады. Close order деп, Так, енді так, егер де тағы да сделка ашуыңыз келді дейік та. Тағы сіздерге сделка ашу барысында нені көрсетейін. Мынаны көтересіз. Көтерсеңіз, сразу штук жазасыз, сразу take profit мен стоп лоссын қойып тастауға мүмкіншілік болады осылай. Сөйтіп осылай стоп лосс take profit'ін қоясыз. Егер де take profit'қа жететін болса, плюспен, стоп лосспен жабылатын болса, минуспен жабылып қалады. Енді мысал ретінде мына сделканы жабу керек болатын болса, не істейсіз? Келесіз, close деп жауып тастайсыз и
сөйтіп плюспен жауып тастайсыз. Ал енді мысал ретінде шорт ашу керек болса, шортты бір көрсетіп жіберейін. Шорт ашу керек болса не істейсіз? Селді басасыз, дәл солай селға басып жібересіз. И сосын мына жақтан тауып аласыз да, мысалы жабу керек болса, не істейсіз? Жауып жібересіз. И take profit stop loss'ты дәл солай қоясыз. Яғни мына жерге қалаған инструментіңізді жазсаңыз болады. Мына жерде мінекей криптода бар, металда, міне металдар бар. Одан кейін валюталар бар. И плюс стокс деген ол акциялар, мысалы ретінде кез келген акцияда, мысалы ретінде Tesla-мен жасағыңыз келді дейді. Tesla-мен басасыз, Tesla-мен де жасай бересіз. Осылай жұмыс жасалған. Яғни кез келген мына жерге поистті басасыз да, қалаған инструментіңізді басып, жасап, сделка ашып жауа бересіз. Яғни, егер де уже демо счетпен практика жасағым келеді десеңіз, осылай Exness брокерін ашып алыңыз, тіркеліп алыңыз, сонымен демо счет ашып алыңыз да, осылай сделкаларды ашып жауып көрсеңіз болады. Осылай ашып жауып көріп, қол үйретіп, кәдімгідей өзіңіз практика жасай берсеңіз болады. Мына жерден егер де демо счетта ақшаңыз бітіп қалатын болса, депозит дейсіз, қалаған суммаңызды жазып, қайтадан демо счетті толтырып алсаңыз болады. Мысал ретінде, И наоборот жоқ қылғыңыз келетін болса, максимально мысалға 0-ге апарып тастап, қайтадан толтырып деген сияқты әртүрлі істеп көрсеңіз болады. Яғни брокерлік счетпен осылай жұмыс жасаймыз. Жаңағы реальный аккаунтқа келген кезде дәл солай, ешқандай айырмашылық жоқ, ақша салғаныңызға байланысты. Егер де уже суммаға байланысты сделканы да дұрыстап ашуыңыз керек міндетті түрде. Яғни штугын. Яғни сіз штугын мысал ретінде сіз лонг ашқыңыз келіп тұр, и штугын айыра алмай жататын болсаңыз, мысалға стоп лоссты мен 2500-ге қойғым келді десек, мысал ретінде да астына шығып тұрады қанша жоғалтатыңызды. Егер де сіздің объемыңыз үлкен болып тұрса, үлкен сумма жоғалтып қоясыз, сонда одан сол штугына байланысты барып түсінесіз қанша штукпен ашу керек, яғни стоп лоссқа қарап, солайынан қоясыз. Түсінікті ма? Так, осылай жасайсыз. Брокерлік счетпен осылай жұмыс жасайсыз. И ақша шығарған кезде де дәл солай жаңағы толтырған банк картасымен немесе Binance арқылы жасауға болады. Binance-қа тіркеліп алсаңыз болады. Интернетте, YouTube-та толып жатыр. Binance-қа тіркелу, Binance-дан ақша шығару, P2P арқылы ақша шығару, салу барлығы тұр. Жалпы бүгінгі сабақта біз брокер арқылы қалай қолданамыз, соны көрсеттім. Сол арқылы практика жасай берсеңіздер болады.